хат алған шетел азаматтарын сақтандыру жолдары қандай? Қазақстанда тұрақты тұратын шетелдіктердің бәрі бірдей алдыңғы 12 айдың қарызын өтеуге міндетті емес. Олар жарнаны ықтияр хат алған күннен бастап төлеп, сақтандыру жүйесіне қатыса алады. Мысалы, ықтияр хатты осы жылдың шілде айында алған шетел азаматы жарнаны шілде айынан бастап төлейді. Оған дейінгі 12 айдың қарызын жоюға мүмкіндік бар. Ол үшін қорға арыз жазып, хатқа негізгі құжатының көшірмесін қоса жолдайды. Сонымен қатар, сақтандыру туралы заң бойынша Қазақстанда тұрақты тұратын, қолында ықтияр хаты бар шетел азаматтары қазақстандықтармен бірдей құқықтарға ие. Олар жарна төлеп сақтандырылады және медициналық көмектің барлық түрлерін пайдалана алады. Сонымен қатар, олар мемлекет тарапынан сақтандырылатын 15 санатқа қосыла алады.